Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызда еритін, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын және де көп уақытты қажет етпейтін мега шоколадты печеньені үй жағдайында жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды кеп саламыз. Сосын 180 грамм шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Осы печеньенің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Қараңыздар, осылай жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте сары майдың кезегі. Бұл жерде 100 грамм сары майды алып, ерітіп қостым. Осы 100 грамм сары майдың орнына 100 грамм сұйық май қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Және де бұл жерде менің сары майым дүкеннің 82% сары майы. Сары майымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте 40 грамм какао ұнтағы, сосын ұнның кезегі. Ұнды 2 бөлікке бөліп барып қосамыз. Ұнның 1 бөлігін електен өткізіп болған соң, 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Бұл жерде қопсытқышты көбірек қылып қоса беріңіздер. Сосын венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын печеньенің, пирогтың және де тәттілердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоларымды көруді ұмытпаңыздар. Ұнымыздың жартысын қосып араластырып болған соң, бізде осындай орташа қоюлықтағы қамыр шығады. Сосын ұнымыздың қалған жартысында електен өткізіп барып қосамыз. Електен өткізіңіздер достар, себебі осы ұнның арасында осындай қоқыстар болуы мүмкін. Қараңыздар, бұл жерде ұнның екінші жартысын қосып, бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Ары қарай қамыр болып бастаған соң, қолдың көмегімен осындай жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде мен 280 грамм ұн қостым. Ұнның барын қосып, араластырып болған соң, қамырым қолыма әлі жабысып жатыр. Сол үшін де тағы да 20 грамм ұн қосамын деп шештім. Осы 20 грамм ұнды да електен өткізіп барып қосып, ары қарай қолдың көмегімен илеген соң, менде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Сонда осы шоколадты қамырға мен барлығы ровно 300 грамм ұн қостым. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Сіздерде мына видеодағыдай қолға жабыспайтын жұмсақ эластичный қамыр шығу қажет. Қамырымызды илеп болған соң, тоңазытқышқа салмай, қамырмен бірдестен жұмыс жасай береміз. Әр қамырды мен бірдей болғанын қаладым. Сол үшін де әр қамырды өлшеп, яғни 26 граммнан бөліп алып, осылай құрт сияқты домалатып, осы домалақ қамырдың үстінен бастым. Сонда бізде осындай домалақ қамырлар шықты. Осы қамырды пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қатарынан қойып шықтым. Достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сосын үйлеріңізде таразы жоқ болса, қамырларды өлшемей-ақ көз мөлшерімен домалақ қылып бөле беріңіздер. Сосын осы қамырларымыз біткенше қамырларымызды майда бөліктерге бөліп шығамыз. Келесі кезекте бізге керегі қант ұнтағы. Осы қант ұнтағын алып, қамырларымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Қант ұнтағын бұл жерде көбірек қылып себе беріңіздер. Және де үйлеріңізде қант ұнтағы жоқ болатын болса, онда сеппей қойсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Қант ұнтағының орнына үйлеріңізде жаңғақ, мейіз, немесе шоколад бар болса, осы қамырдың үстіне қойып барып пісіретін болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді осы қамырларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 12 мен 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Қараңыздар, сіздердің печеньелеріңіз осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шығуы қажет. Осы печеньені суытып, сосын барып дәм татып көре берсеңіздер болады.
Достар, печеньелеріңіздің жұмсақ болып піскенін қаласаңыз, пеште шамамен 12 мен 15 минут аралығында пісіріңіздер. 15 минут өткен соң пештеріңізді ашып көріңіздер. Егер печенье өз формасын ұстап тұратын болса, онда печеньелеріңіз пісті деген сөз. Сосын осы печеньені пісіріп болған соң кішкене суытып, үстіне тағы қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыздар, осындай печеньеміз жұмсақ, әдем болып пісіп шықты. Сіздер де осы печеньені жасап көріңіздер. Бұл печеньені жасау үшін көп уақыттарыңыз кетпейді және де көп ингредиент алмайды. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.